Диетолог Кара Лидон саңырауқұлақтың иммунитетті күшейтіп, вирустармен күресуде көмектесетінін айтты. Маманның сөзінше, саңырауқұлақтың құрамында селен көп. Зерттеу барысында бұл элементтің жетіспеушілігі кезінде ағзаның вирустармен баяу күресетіні анықталған. Сонымен қатар саңырауқұлақта рибофлавин мен В2 және В3 дәрумендері көп. А, С, Е, В, Д, селен, темір, мыс пен фолий қышқылы жетіспеушілігі ауруға шалдығу қатерін арттырады, деді Кара Лидон. Сонымен қатар диетолог қырыққабат сарымсақ пен сұлы бадам жаңғағын жеуді ұсынады. Бұл өнімдер де иммунитетті күшейтуге көмектеседі. Қазіргі кезде көптеп пісіп жатқан қозықұйрықтың қандайын таңдау керек? Қозықұйрықтың ұсақтарын таңдаңыз. Қазір жерлерде қозықұйрықтың пісіп жатқан уақыты, сондықтан сауда орындарынан оның түр-түрін табуға болады. Дегенмен оны дұрыс таңдай білген жөн. Мына жайлар есіңізде болсын. Қозықұйрықтың ұсақтарын алған жақсы. Жас балғын қозықұйрықта ағзаға қажетті витаминдер мен минералдар көп сақталады. Қозықұйрық балбыраған бос емес, тығыз, қаттырақ болу керек. Ол аса ылғалды да болмауы тиіс. Салмақ көзбен шамалағаннан бір шама ауыр болуы керек. Өнімнің бүтіндігіне мән беріңіз. Оған құрт түспеген болуы керек. Құрт түскен қозықұйрықта ағзаға аса зиян зеңнің тұқымдары, ауру тарататын микробтар болуы да мүмкін. Ең дұрысы, сатушыдан қозықұйрықты қалай сақтауды, пісіруде қандай ережелер сақтауды жақсылап сұрап алыңыз. Қозықұйрықтың құрамында жасұнық көп. Ол ағзадағы зиянды заттарды өзіне сіңіріп, сыртқа алып шығатын қасиетке ие. Сондықтан көктемде оны жеп тұрған жақсы, бірақ сақтық шараларын әрқашан есте ұстаған жөн. Қозықұйрық ағзадағы холестерин мөлшерін кемітеді. Оның құрамында ағзаға аса пайдалы амин қышқылдары да мол. Қозықұйрықтың қандай жерден терілгеніне де мән беріңіз. Егер ол экологиялық ахуалы нашар жерден, көліктер көп жүретін жол бойынан терілген болса, онда оның құрамында ауыр металдар болуы әбден мүмкін. Себебі олар топырақтан, ауадан кез келген нәрсені өзіне тез сіңіреді. Жалпы қозықұйрықты басқа үйреншікті өнімдер сияқты қабылдамай, оған сақ қараған жөн. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле отырыңыздар.